армысыздар, ардақты ағайын. Біз бүгін Мирболат Мырзатайұлының әйелі, әпкесі Болат бәріміз Заречныйда Мирболат жатқан түрмеге келдік. Мирболатқа ас ауқатын жеткізіп, кездесіп шықтық. Енді көпшілік біледі, Мирболат жазықсыз жаламен отырғанын. Ол бір әйелдің орысша сөйле дегеніңе, неге мен орысша сөйлеуім керек? Мемлекеттік тілде, сен қазақ тілінде сөйлеуім керек деп талап еткен үшін Мирболат 4 жылға сотталып отыр. Біз бәріміз білеміз, бұл заңсыздық екенін, бассыздық екенін, бірақ қолдан келер шара жоқ. Сонда да Мирболатқа бостандық берілуін талап етеміз. Бүгін болмаса да мынау билік айтып жүрген әділетті Қазақстан бәрібір орнайды, халық орнатады оны. Сол кезде Мирболатты жазықсыз түрмеге қамаған азаматтардың барлығы заң алдында, сот алдында жауап беретін болады. Мирболатты соттауға қатысқан барлық құқық қорғау органдары өздері отыратын болады түрмеде. Сол күнге аман есен тезірек жете берейік.